Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін қазақ тілі сабағынан дара және күрделі сын есімдер тақырыбының екінші сағатын өтетін боламыз. Ортақ тақырып саяхат, ұшу аппараттары туралы не білемін тақырыбында ой-өрісімізді кеңейтіп, сын есімдер туралы еске түсіреміз. Сабақтың мақсаты дара және күрделі сын есімдерді анықтау, мәтін мазмұнын анықтауға бағытталған сұрақтар құрастыру және жауап беру. Сонымен оқушылар, өткенді еске түсіреміз. Сын есім дегеніміз не? Сын есім айтылу мақсатына қарай нешеге бөлінеді? Дара және күрделі сын есім дегеніміз не? Сұрақтарға жауап беру арқылы сын есімді еске түсіреміз. Сонымен ойланамыз. Дұрыс ойладыңыздар балалар. Сын есім дегеніміз заттың түрін, түсін, сапасын білдіретін сөздерді сын есім деп атаймыз. Сын есімдерге қандай, қай деген сұрақтар жауап береді. Сын есім айтылу мақсатына қарай нешеге бөлінеді? Дұрыс айтасыз, екіге бөлінеді. Дара және күрделі сын есім. Дара және күрделі сын есім дегеніміз не? Дара сын есім бір сөзден тұрады. Мысалы, көк, қою, үлкен. Ал күрделі сын есім екі не одан да көп сөздерден тұрады. Көкала, жап-жасыл, сарала немесе ақ-сары деген сөздер жатады. Сонымен оқушылар, миға шабуыл жасау үшін ең алдымен бізге берілген сын есімдерді екі топқа жіктеп жазамыз. Ол үшін бізге арнайы тірек сөздер берілген. Ол тірек сөздер ақ, жасыл, сарала, үлкен, тәп-тәтті, терең, шұбарала, қара сөздері берілген. Осы сөздерді екіге жіктеп дәптерімізге орындаймыз. Жарайсыздар оқушылар. Миға шабуыл кезеңнен оп-оңай өтіп кеттіңіздер. Келесі оқулықпен жұмыс. Оқулықтағы 12-ші жаттығуды тыңдаймыз және өзіміз оқимыз. Содан кейін мәтін мазмұны бойынша сұрақтар құрастырамыз. Оны дәптерге жазасыздар. Мәтін. Қазіргі кезде ғарышты игеру тез алға басуда. Аз ғана уақытта жер төңірегіне 2000-ға жуық жасанды серік ұшырылды. Жердің жасанды серіктері халық шаруашылығына үлкен қызмет көрсетеді. Ғарыштан түсірілген суреттер ауа райын болжауға мүмкіндік береді. Жасанды серіктер арқылы телехабарлар беріледі. Алыс жерлермен радио, телефон байланыстары жүргізіледі. Көптеген елдердің ғарыш кемелері біздің республикамыздағы Байқоңыр ғарыш алаңынан ұшырылып келеді. Мәтін дүниетану анықтамалығынан берілген. Енді оқушылар, мәтінді өзіміз оқып, мәтін бойынша бірнеше сұрақ құрастырамыз. Жарайсыздар оқушылар, ендеше 14-ші жаттығу мына күрделі сын есімдерді қатыстырып, сөйлем құрастырып жазыңыз. Қызыл ала, қара көк, сары ала, көк ала. Енді күрделі сын есімдердің мағынасын түсініп, сөйлем құрастырып жаза алатын боласың. Сонымен оқушылар, сәл шаршап қалсақ, сергіту жаттығуын жасайық. Орнымыздан тұрамыз, алақанды ұрамыз, бір отырып, бір тұрып, тез шынығып аламыз. Сонымен жаттығуды 2 рет қайталап, келесі тапсырмамызға көшеміз. Сурет бойынша мәтін құрап жазыңыз. Мәтінде күрделі және дара сын есім болуы шарт. Сау болыңыздар, кері байланыс жасауды ұмытпаңыздар.